Саламатсыздар ма балалар? Мен Қызылорда қаласындағы нөмірі 12-ші Ілияс Қабылов атындағы IT мектеп лицейінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Нұрманова Өрік Ердәулетқызымын. Бізде бүгін 9-шы сынып әдебиет сабағы, тақырыбымыз құтты білік, 1-ші сабақ. Жақсы балалар, сонымен біздің сабақтың бүгінгі тақырыбы Жүсіп Баласағұнның құтты білік дастаны. Сабаққа негізделген оқу мақсаты әдеби шығармаға сюжеттік композициялық талдау жасау. Жүсіп Баласағұн шамамен 1016 жылы Шу өзенінің бойындағы Баласағұн шаһарында, қазіргі Қырғызстандағы Тоқмоқ қаласында дүниеге келген. Өмірі жайлы мәліметтер мүлдем аз сақталған, дегенмен философия, математика, астрономия, медицина, астрология, тарих, әдебиет, тіл біліміне де зор үлес қосқандығын біз тарихтан білеміз. Сонымен қатар араб, парсы тілдерін меңгерген ғұлама ғалым екендігі де анық. Жүсіп Баласағұнның есімі әлемдік әдебиет пен мәдениет тарихында құдатқу білік, құтты білік дастаны арқылы қалғанын және пайымдай аламыз. Жүсіп Баласағұн 54 жасында құтты білікті 1069-1070 жылдар аралығында Баласағұн қаласында бастап, 18 айдың ішінде Қашғар қаласында аяқтаған екен. Құтты білік дастаны орта ғасырларда бүкіл түркі әлеміне түсінікті болған Қарахан әулеті мемлекеті түріктерінің тілінде жазылып шыққан. Daстанды хандардың ханы Қарахандар әулеті мемлекетінің 841-1212 жылдар аралығында негізін салушы Қара Бура ханға, оның өзі 908-955 жылдар аралығында өмір сүрген осы Бура ханға тарту етеді. Сол үшін хан өз жарлығымен Жүсіп Баласағұнға хас хажып лауазымын беріп, кеңесші етіп алады. Хажып деген ұғымды қазақ тіліне аударсақ, бас кеңесші деген мағынаны білдіреді. Композициялық құрылысы жағынан дастан 85 тараудан, 6520 бәйттен, 2 жолдық өлең деп айтылады бұны, және 1300 өлең жолынан тұрады. Бұл еңбекке әр елде әр түрлі ат беріпті. Мысалы, ирандықтар Шахнамай түркі шахнамасы, Шың елінің солтүстік Қытай адамдары Адабул мүлі, әкімдердің әдептілігі, Машын оңтүстік Қытай жұрты Айнкүл мамлакат, мемлекет тәртібі, шығыс елдердің әкімдері Зайнатүл Умары, әмірлердің сән салтанаты, тұрандықтар құдатқу білік, құтты білім деп атаған. Құтты білікті Каримов өзбек тіліне, Гребнев пен Иванов орыс тіліне, бір топ аудармашылар ұйғыр тіліне, Асқар Егеубаев қазақ тіліне де аударған екен. Енді балалар, бұл шығарманы алдын ала өздеріңізге оқуға бергендіктен, бұның толық мазмұнын білеміз, е? Енді осы жерден 5 түйінді сөзді атап көрейікші іштей. Яғни, шығарма сюжетімен таныса отырып, құтты білік мазмұнын аша алатын 5 түйінді сөзді ауызша айта аламыз. Немесе жазып қойымызға да болады. Жақсы, есімізге түсті ме? Көрейік. Яғни, түйінді сөздеріміз әділет, бақыт, ақыл, даналық, қанағат деген сөздерге орайласады екен. Балалар, басында айтып өткенімдей, шығарманы толық оқуға бергендіктен, оның композициялық талдауы да сіздерге ешқандай қиындық тудырмайды деп ойлаймын. Яғни, және бір еске түсіріп өтейік, басталуы қай жерде қалай аталады, қалай жүреді оқиға, байланысы қай жерлерде болуы мүмкін, және шиеленісу қай жерде, шарттау шегі, шешімі соңында не болды? Тағы бір еске түсіріп өтеміз. Жақсы, келесі слайдқа назар аударайық.
яғни ықтимал жауаптармен салыстырып көрейік. Басталуы, Күнтуды патшаны Айтолды данышпанның іздеп баруы. Байланысы, патша Айтолды данышпанды әбден сынап өзіне уәзір етіп алуы. Шиеленісуі, патшаның өтінішімен Өгдірміштің туысы Отғырмышты іздеп табуы. Шарықтау шегі, Дәруіш Отғырмыштың патша сарайына келмей, лауазымы, абырой атақтан, дүние мүліктен бас тартуы. Шешімінде соңында Дәруіш Отғырмыштың науқасынан қайтыс болып, Өгдірміштің патша сарайындағы қызметін әрі қарай жалғастыруы. Жақсы, рахмет балалар, біршама жұмыс жасадық деп ойлаймын. Келесі слайдқа назар аударамыз. Яғни бұл жерде сіздерге әрі қарай осы тапсырманы тиянақтау мақсатында, одан әрі кейіпкерлеріне мінездемесіне назар аудару мақсатында осы құтты біліп кейіпкерлеріне мінездеме жазуға ұсынылады. Қош, сау болыңдар.